Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге шоколадный печенье жасауға кеңес беремін. Өте тез дайындалады. Шәйнегіңіз қайнағанша дайын болады. Ол үшін бізге қажетті заттар: сары май, шоколад, жұмыртқа, қант, ұн және қопсытқыш. Майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз. Содан соң жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлайтын боламыз. Бұл рецепт өте оңай, әрі тез дайындалады. Кішкентай қыздардың да қолдарынан келеді. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлап аламыз. Ол уақытқа дейін майымыз бен шоколадымызға да қарап қоюымыз қажет. Микроволновкада ерітсеңіздер де болады, немесе водяной баняда да ерітсеңіздер болады. Осылай көпіріп алады. Содан соң жаңағы ерітілген шоколадымыз бен майымыз қатты ыстық қылмай, жұмыртқа мен қант массасына құямыз да тағы да миксерлейтін боламыз. Видеоның толық рецептісін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Қарап, сол жерден жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай рецепт. Майымыз бен шоколадымыз міндетті түрде суыған болу қажет. Осылай араластырып аламыз. Бір келкетіп. Содан соң електен өткізілген ұнымызға жарты шай қасық қопсытқышымызды қосып, ұн себетін боламыз. Миксердің баяу скоростында айналдырып қамырымызды бір келкетіп аламыз. Содан соң пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен мынандай силиконовый төсеп қойдым. Сіздер ас қасықпен салсаңыздар да болады. Осылай мені қойып шықтым. 180 градуста 10-15 минут пісіп шықты. Осылай болып шықты. Бетіне сахарный пудра септім. Балаларға таңғы асқа немесе жатар алдында сүтпен берсеңіздер таптырмайтын нәрсе. Менің видеом ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер.